Таңертең ұйқыдан оянған кісінің ең алдымен ойлайтыны дәмді тамақ ішу. Алайда таңғы астың бәрі пайдалы бола бермейді. Кейбір тағам ашөзекке түскенде адамның ағзасына кері әсерін береді. Сондықтан аш қарынға тамақтанудың да өз ережелері бар. Ендеше таныса отырыңыздар. Йогурт бір қарағанда жұмсақ әрі дәмді ас, асқазанға майдай жағатын секілді көрінеді. Бірақ асқазанға барған соң бүлік шығаруы мүмкін екен. Йогурттағы сүтті қышқыл бактериялары асқазанға біртүрлі әсер етеді. Алмұрт құрамында ірі талшықтар көп болғандықтан, оны қанша шайнағанмен асқазанға түскен соң шырышты қабықты зақымдауы әбден мүмкін. Сол себепті дәрігерлер аш кезде алмұрт жеуге кеңес бермейді. Ал жеп қойған жағдайда артынан су ішіп жіберген жөн. Қызанақ өте пайдалы, алайда асқазанға барған соң қышқылды көбейтеді. Ол адам ағзасында гастрит, панкреатит немесе тоқ ішек дертін қоздыруы мүмкін. Осыған ұқсас тағамдар қатарына құрма, тәтті картоп жатады. Банан. Егер аш қарынға банан жейтін болсаңыз, қан құрамындағы магний бірден көбейеді. Ол жүрек қағысын жиілетеді. Сонымен қатар аш қарынға банан жеу калий мен магнийдің тепе-теңдігін бұзады. Бұл күні бойы енжар жүруіңізге әсер етеді. Цитрустар. Апельсин, мандарин, грейпфруттар құрамында көкөніс қышқылы көп. Егер осы жемістерді аш кезде жесеңіз, асқазанның ауырғанын бірден сезесіз. Ол гастритті де қоздырады. Қандай кофе ішсеңіз де ол асқазанда ғажылды көтереді. Таңертеңгілік кофе ішуді әдетке айналдыру серотонин тапшылығын тудырады. Нәтижесінде кешке дейін өзіңізді жайсыз сезінесіз. Ішімдік. Аш қарынға ішімдік ішу адамды 2 есе тез мас қылады. Асқазанға да өте жайсыз әсер қалдырады. Оның уыты баяу тарайтындықтан денсаулығыңызды бұзасыз.